Саламатсыздарма, құрметті әріптестер, ұстаздар. Менің аты жөнім Ербосын Бибігүл Досболқызы. Мен Ақтау қаласындағы Информат Хай Скул жекеменшік мектебінің педагог психологымын. Мен бүгінгі педагогикалық идеялар фестиваліне өзімнің педагогикалық идеямды ұсынбақпын, соны таныстыруға рұқсат етіңіздер. Менің педагогикалық идеямның тақырыбы Дос болайық бағдарламасы мектепте позитивті мәдениетті қалыптастыру мақсатында үзілістерді тиімді пайдалану. Менің бұл жобам білім беру ұйымдарындағы қарым-қатынасты жақсартуға, буллингтің алдын алуға және оқушылар арасындағы өзара құрмет пен мейірімділікті нығайтуға бағытталған Дос болайық бағдарламасы аясында жүзеге асырылады. Жобаның өзектілігі: неге дос болайық қажет? Қазіргі кезде мектеп мәдениетінде оқушылар арасындағы күрделі қарым-қатынастар, кибербуллинг және әлеуметтік желілердегі агрессия сияқты мәселелер жиі кездеседі. Бұл мәселелер оқу процесіне және де оқушылардың психикалық денсаулығына кері әсерін тигізуде. Сол себепті Қазақстан Республикасының Білім Министрлігінің қолдауымен Адал азамат біртұтас тәрбие жобасы аясында құндылықтарды қалыптастыру мақсатында жүйелі жұмыс жүргізуіміз қажет. Идеяның негізгі мақсаты мен міндеттеріне тоқталатын болсақ, басты мақсаты мектепте позитивті психологиялық ахуал қалыптастыру арқылы буллингтің алдын алу және де оқушылардың эмоционалдық интеллектісін дамыту, сонымен қатар оқушыларды мейірімділікке тәрбиелеу. Негізгі міндеттер: өзара қолдау мен достық қарым-қатынасты нығайту, буллинг пен агрессияны ерте анықтау және оның алдын алу шараларын жүйелеу, дос болайық позитивті әрекеттер жүйесін енгізу, педагогтер мен ата-аналарды позитивті коммуникация мәдениетіне тарту. Бірінші кезең, бізде дайындық кезеңі, бұл қыркүйек айында жүргізіледі. Оқушылардың арасындағы психологиялық климатты анықтау мақсатында ең алдымен сауалнама аламыз. Сауалнама нәтижесінде буллингсіз мектеп тақырыбында тренингтер ұйымдастырылады. Сонымен қатар оқушылармен бірлесе отырып дос болайық логотипін және ұранын анықтаймыз. Біздің ұранымыз: жақсы сөз жанға қуат. Мен бұл жобамды өзімнің жұмыс барысымда қолданамын. Ендеше қазан айындағы 4 апталық жұмысты таныстырып өтейін. Қазан айының 1 аптасында бізде жақсылық эстафетасы ұйымдастырылды. Яғни бұл эстафетаның мақсаты оқушылар арасында ізгілік пен өзара көмек мәдениетін қалыптастыру, жақсы әрекеттер арқылы позитивті мектеп ахуалын нығайту. Іс-шараның барысына тоқталатын болсақ, бұл эстафетада әр оқушы бір игі іс жасап, оны келесі досына табыстауы керек. Яғни оқушылар бір күн бойы бір-біріне жақсы істер жасайды, сөмке көтеру, жылы сөздер айту, көмектесу деген сияқты. Күн соңында эстафета тізбегі қорытындыланады. Екінші апта бізде дос болайық толкс, яғни оқушылар мен мұғалімдер қатысатын қысқа мотивациялық әңгімелер алаңы. Бұл алаңның негізгі мақсаты оқушылар мен мұғалімдер арасындағы ашық, шынайы және шабыттандыратын диалог орнату. Бұл жерде психолог оқушылармен бірге дос болайық толкс алаңын дайындайды. Яғни арнайы постерлер, баннер, логотип ілінеді және де оқушыларға, ұстаздарға позитивті микрофон әдісі арқылы түрлі сұрақтар қойылады. Мысалы, өміріңіздегі ұмытылмайтын жақсылық есіңізде ме? 2 сыныптасыңызды татуластыру үшін қандай әрекет жасар едіңіз деген сияқты әртүрлі қызықты сұрақтар арқылы диалог орнатылады. Нәтижесінде оқушылардың өзіндік пікір айту мәдениеті қалыптасады. Сонымен қатар мектепте позитивті қарым-қатынас үлгісі орнатылады. 3-ші апта көңілді үзілістер деп аталады. Бұл аптада қысқа ойындар, көңілді паровоз, би флешмобтар арқылы позитивті сергіту сәттері ұйымдастырылады. Мақсаты сабақ аралық үзілістерде тиімді әрі көңілді өткізу. Оқушылардың шаршауын басып, позитивті энергия мен достық қарым-қатынасты арттыру. Әр үзілісті қуаныш пен сергектік алаңына айналдыру. Бұл аптаның нәтижесінде оқушылардың көңіл күйі жақсарады, мектепте достық атмосферасы қалыптасады, үзіліс уақыттары пайдалы әрі позитивті өтеді және агрессия мен шаршау деңгейі төмендейді. 4-ші апта жақсы сөздер қорабы деп аталады. Яғни мектеп фойесінде арнайы безендірілген Good Words Box орнатылады. Бұл бастама мектеп ішінде жылы қарым-қатынас пен қолдау атмосферасын қалыптастыруға, оқушыларды бір-біріне жағымды сөз айту мәдениетіне тәрбиелеуге бағытталған. Қорап көзге түсетін жерге қойылып, қасына қағаз бен қалам қойылады. Оқушылар мен мұғалімдер достарына, сыныптастарына немесе ұстаздарға арнап жылы лебіздер, ризашылықтарын, комплименттерін жазады. Күн соңында қорап ашылып, ең әсерлі хабарламалар оқылады.
1 апта бойы жүргізілген қазан айының шарасы айдың соңында қорытындыланады. Яғни дос болайық мотивация иесі, жылдың дос болайық оқушысы, мейірімді сынып деген сияқты әртүрлі деңгейдегі номинациялармен оқушылар марапатталатын болады және сыйлықтар табысталады. Іс-шарадан үзінділер түсіріліп, мектептің әлеуметтік желісіне дос болайық хэштегімен жарияланып отырады. Бұл жобамның күтілетін нәтижесіне тоқталатын болсақ, біріншіден, мектептің психологиялық ахуалы жақсарады, оқушылар арасындағы агрессия мен стресс деңгейі төмендейді. Екіншіден, оқушылардың бір-біріне деген сенімі артып, буллингтің алдын алуға мүмкіндік береді. Үшіншіден, оқушылардың эмоционалды интеллектісі дамып, ізгі сөздер айту, бір-бірін қолдау дағдысы қалыптасады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.